Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын духовкада пісетін пияз қосылған қаттама нан дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Алдымен суымызға тұзымызды қосып жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. 4 пиязды ашып, жақсылап майдалап турап аламыз да менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Және де достар, менің каналымда қаттаманың басқа да түрлері бар. Қазір осы жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Сіздер де міндетті түрде қарап, жасап көріңіздер. Пиязымызға кішкене осылай тұз қосамыз да қолмен жақсылап езетін боламыз. Достар, менде осындай екі үлкен емес, орташа 2 зуала қамыр шықты. Қамырымды жұқа етіп жайып алдым да бетіне майын жағып, пияз сеуіп шықтым барлық шетіне. Пиязымызды барлық шетіне бір келкетіп жайып шығамыз. Қамырымызды видеодағыдай осылай орап шығатын боламыз. Мінекей достар, қаттама нанымыз да дайын, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.